елімізде 18 миллион адам болса, сол 18 миллионның бір 8-9 миллион біздің енді өзіміздің ұлттас қазақтар. Сол 8 миллионның бір 4 миллион жоқ болып кетеді. Неге десеңіз, ол енді балалар, әйелдер, қалған 4 миллионның бір 2 миллионы денсаулығын есебінде соғысқа да бара алмайды. Қалған 2 миллионның 1 миллионы шетелге қашып кетеді. Ол шындық айту керек. Қалатын сонда 1 миллион. Үкіметтің басында отырған қазір жас жігіттердің көбі әскерде де болмаған. Бір айлық әскерді шығарып алды қазір, 40 күндік. Кім барып келді, сол военный билетін алады деп. Олар елді қорғайтын азамат деп айта алмаймыз. Құрметті достар, Nexia автокөлігі құлттанып қалды. 1 сағат болды әурелеп атқанымызға, сым тықтық.